мына бастың алдыңғы бөлігі, соның ішіне дублерин матамызды жапсырамыз. Осылай ішіне салып, дөңгелек етіп қиып аласыздар да, клей жағын ішіне қаратамыз. Сосын жаңа утюгпен басып шығамыз. Mesela сіздерге ыңғайсыз болса, былай ішіне қарай түсіп кете болса, шеттері жаңа булавкамен қыстырып алсаңыздар болады. Утюг басқан кезде дәл ортасынан бастайсыздар да, жан-жағынан пармен жібересіздер, тегістеп. Осылай булавкамен қыстырып алыңыздар. Ыңғайсыз тудырып жатса. Сосын қызып тұрған утюгпен бастырамыз. Қыздырып аламыз. Сосын осылай пармен бастырамыз. Әбден жабысу керек. Ортасынан бастайсыздар жабыстырған кезде. Мұқият болыңыздар. Қолдарыңыз күйіп кетпесін. Сосын былай жоғарыға несесін. Сосын артық жерін қиясыздар. Маталарыңызды. Әбден пармен бастырып алыңыздар. Көзін пока оймаймыз. Осылай қалдырасыздар үстінен. Өтектеп кетесіздер. Тегістен. Мына утюгпен ішкі жағын жапсырып алдық. Енді матаның артық шығып тұрған жерін қиып тастаймыз. Осылай қиып шығасыздар. Тағы да шеттері жабыспай қалсақ, тағы да утюгпен бастырып жіберіңіздер. Қиған кезде мата көтеріліп кетеді ғой. Міне, басымыз дайын болды. Енді біздер көзін оятын боламыз. Төрт жағынан қиямыз. Қиып тастамаңыздар, тек кішкене былай тіліп жібереміз. Сосын бұны деген жапсырып тастаймыз. Жапсырап та болады, тігіп тастауға да болады осылай. Сосын көздің ішіне деген дөңгелек қауырсын болса, соны тұрба бірдеңені дөңгелекпен жапсырып қоясыздар. Сақтап тұру үшін де көздің пішінін сақтап тұрады. Сондықтан осылай дөңгелек тұлба сияқты зат орнатып қойыңыздар. Оны қазір видеоның барысында көрсетеміз. Мінекей қараңыздар, біз аюдың алдыңғы жағын дайындап болдық. Ішіне дублерин матамызды жапсырдық, өтекпен мынандай етіп көзін ойып тастаймыз, айналдырасындағы дублеринді алып тастаймыз. Бұның ортасына біз андай круглый тұлба саланы жіңішке етіп, ені жіңішке етіп, осындай көзінің көлемінде етіп, тұлба қадап қоюымыз керек. Көздің формасын ұстап тұру үшін. Оны қазір видеоның барысында көрсететін боламыз. Ендігі кезекте біз оны бастың артқы бөлігі, алдыңғы бөлігі бір-біріне кигізіп дәл ортасынан бастап жапсыратын боламыз. Мына жерін ұмытып кетпеңіздер. Мұн жеріне де клей жағасыздар. Сосын ішкі бастың алдыңғы бөлігінің ішкі ортасынан бекітіп жапсырасыздар. Барлығына клей айналып шығу керек. Сосын осылай орнап жапсыра бересіздер. Ортасын алып алдық. Дәл ортасын аламыз. Артқы бөлігінің дәл ортасына. Видеоға көрсетейікші. Кіріп жатқандар. Мына шетінен басамыз. Артқана.
дәл бір-біріне сәйкес келу керек. Ұзап келді, ұмытып кетіппін. Аяғында да бір-біріне сәйкес келу керек. Аяғын Неге қараңыздар, басымызды бір-біріне жапсырып, құрастырып, біздің уже басымыз дайын. Сыртынан енді мех батырына қаптайтын боламыз. Оны келесі видеода көретін боласыздар. ішін көрсетіп жүр. Басымыз дайын. Ішіндегі касканы қараңыздар, қалай орналасты. Мынаған адам басын киіп алады, сонда күшті орныққа тұрады. Керемет жақсы жасалып жатыр. Енді құлақты істейтін боламыз. Қараңыз, осындай етіп, түп тымпақ етіп жасайтын боламыз. Ол үшін мына қараңыздар, бір жағына жағып қойдым клейді, кішкене тұрды, 1-2 минуттай. Енді осыны мына жағына бірдей етіп теңестіріп жапсырамыз. Осы жағына жапсырамыз. Кішкене уақыт алады. Айналдыра отырып жапсыратын боламыз. Жабысып келе жатыр. Осылай жабыстыра береміз. Неге қара, құлағымызды жапсырып тастадық. Кішкене ұстап тұрып. Біздің аюдың құлағы дайын. Басымызды болдық жасап, енді құлағымызды сызып кеткен жерге орналастырып жапсыратын боламыз. Кейіннен қаптайтын кезде құлағымызды резакпен кесіп аламыз. Өзінің орнына келтіріп, басып ұстап жапсырып тастайсыздар. Сосын құлақты алған кезде оң жағын оң деп жазып кету керек. Алды астына, сосын үстіне жазып кетіңіздер.